бірінші рет конфигурациялау. Енді достар, елестетейік, біз мынандай да бір роутербордты сатып алдық, және тамаша, ол қорапта келді, оның құжаттамасы болатыны түсінікті. Енді оны қалай қосамыз, қалай басқарамын, қалай ары қарай конфигурация жасаймын деген сұраққа келетін болсақ, бұл шын айтқанда өте оңай болады. Қораптың ішінде патчкорд келетіні түсінікті. Және сіз мына суретте келтірілгендей осы патчкордты алып екінші Ethernet портқа қосасыз, және оны өзіңіздің компьютерге қосасыз. Ал мына жердегі WAN портты, интернетке қосылатын портты, ол интернет провайдеріңіз берген кабельді қосасыз, және енді настройка жасауға кірісеміз. Енді мына жердегі берілген құжаттамаларды кішкене оқып кетейік. Ең бірінші сатып алған кезде осы маршрутизаторлар екі бастапқы конфигурацияның бірімен келеді деді. Оның біріншісі әдепкі конфигурациясы бар. Демек, default configuration бар болады ол жерде. Ондай құрылғылар негізінде сирек кездеседі. Шын айтсақ, ол жерде Микротик компаниясы алдын ала ешқандай көп жағдайда негізі бастапқы конфигурация жасамайды. Егер бастапқы конфигурациясы болатын болса, default configuration, онда Quick Specs құжатын оқып, сол жердегі не үшін конфигурация берілді, және ол жерге қалай қосыламын, және қандай порттарды пайдалану керектігі туралы ақпаратты сол жерден аламыз. Ал енді әдепкі конфигурациясы жоқ, арнайы конфигурациясы болмайтын құрылғылар болатын болса, ол жерде бірінші Ethernet бір портында, немесе басқа бір портта, мына жерде келтіргенде SFP портында, немесе Combo бір портында IP адрес болады, автоматты түрде орнатылған, және осы IP адресті біз компьютерімізге былай құрылғыны жалғағаннан кейін бірден пинг жасауға болады, және қосылып тексеріп көруге болады. Егер сәтті өтетін болса, жаңағы Winbox бағдарламасын орнатып алып, одан кейін сәтті өтетін болса, онда біздің бірінші бастапқы пайдаланушының аты админ болады, одан кейін ол жерде құпия сөз болмайды. Біз бірден кіріп кетеміз, одан кейін ол бізден жаңағы админ паролін, кілт сөзін қоюды сұрайды, біз өзіміздің кілт сөзімізді енгіземіз, және оны біз қазір көреміз. Енді бұл құжатта мына жерде жазылғандай, маршрутизаторда конфигурация жоқ деп есептелінеді. Сондықтан біз қазір конфигурациясы жоқ, мүлдем, яғни бәрі автоматты ресет дейміз, ең бастапқы түріне түсірілген құрылғыны қарастырамыз. Енді әдепкі конфигурациясы жоқ маршрутизаторлар конфигурациясы болмаған кезде оны қосылудың, басқарудың бірнеше әдісі бар, бірақ біз өзімізге сәйкес келетін бір әдісті қолданамыз. Ол әдіс бізде қандай? Мына жерде жазылғандай, маршрутизатордың Ethernet портын WAN кабеліне қосыңыз, ол біздің интернет провайдердің кабелі, және екінші Ether2 портына өзіміздің компьютерге қосамыз. Енді Winbox-ты ашыңыз дейді, және көршілерді табу кнопкасын басып, маршрутизаторларды іздеңіз дейді. Міне қараңыз, мына салы Winbox-ты мен қазір жауып тастаймын, және осы жерде осы Winbox программасын ашып, барлық кабель порттарды қосқаннан кейін сіз көршілерді іздеу рефреш нүктесін басасыз, және сізде ол автоматты түрде MAC адресі арқылы керекті құрылғыны табады. Одан кейін біз оны бірден настройка жасап кетуге болады. Алайда көп жағдайда, егер сізге бастапқы настройкалар енді басынан бастайтын болсаңыз, онда маршрутизатордың мүлдем таза екеніне көз жеткізу үшін қарапайым мына команданы енгізуге болады бірден терминалға, немесе Winbox операциялық жүйесінде. Міне біз оны тауып алдық. Одан кейін бұл жерде мысалы админ тіпті паролі болмады да дейік. Қазір мен жасайым, кірейін. Міне мына жерге келіп System, одан кейін системға келеміз. Осы жерде Reset Configuration, және ешқандай сақтамай Reset Configuration жасайтын болсақ, бұл құрылғы қазір ең бастапқы қалпына түседі. Осылай жасап жібересіз, одан кейін ары қарай настройка жасауға кірісеміз депті. Енді әрине түсінікті, егер бір компанияда немесе бір жерге барған кезде, жаңа қызмет көрсетуге барсаңыз, ол жерде конфигурация болса, ол жерде IP адресі, админы және админнің кілт сөзі барлығы настройка болады. Сіз оны аласыз, ары қарай сол құрылғының конфигурациясы сақтап қалып, жалғастыру керек болатын болса, бірден жалғастырып кететініңіз түсінікті. Ал енді біздің жағдайда барлығын нөлден бастауымыз керек. Сол үшін бұл жерде қазір ресет жасаймыз. Ресет жасаудың видео сабағы осы Микротиктің өзі ресми сайтында да берген. Сондықтан осы видеоны да келіп көрсеңіздер болады. Қалай ресет жасалатыны көрсетілген. Мен оны аударып жазып кеттім. Бір сақтандырып айтып кететін нәрсе, жұмыс жасап тұрған қолданыстағы құрылғы болса, ресет жасамай тұрып, бұл құрылғының не үшін қолданып тұрғаны,
қандай конфигурациясы бар, конфигурация сіз қайта жасай аласыз ба, ол жаңағы конфигурация керек пе, олай болса осы мәселенің бәрін түсініп алыңыз. Жоқ, барлығын нөлден өзім жасай аламын, конфигурацияны сақтамаймын десем, одан кейін барып қана ресет жасайтыныңыз түсінікті. Енді біз былай жасайық. Қазір менің осы Winbox Router OS бағдарламасы қазір қосылып тұр, және ол Windows машинасына қосылып тұр. Біз осының барлығын қазір қайтадан істейміз. Қараңыздар, мысалы міне Router OS-та Winbox бағдарламасын ашайын, және мен қазір сіздерге IP интерфейстерді көрсетейін. Ethernet 1, Ethernet 2, мына жерде пакеттердің алмасып жатқанын көресіз. Қазір кішкене тағы да үлкейтейін. Міне бізде пакеттер алмасуда, интерфейс бар. Так, енді не жасаймыз біз қазір? Бұл жерде IP, DHCP сервер ретінде де жұмыс жасап тұр, және DHCP-дің тізімінде беріп жатыр. Біз осының барлығын қазір жойып тастаймыз. Және мынау біздің екінші компьютер болады. Осы компьютерде қазір көріп тұрғандарыңыздай Google-де интернет жұмыс жасап тұр. Енді кішкене нашар жұмыс жасап тұрғанын айтқым келеді. Осының барлығын қазір басынан бастап жасауды көреміз. Мысалы, мен қазір Google-дың DNS серверін пинг жасайын. Міне, пинг негізі жүруде, интернет бар негізі. Осының барлығын қалай нөлден жасаймыз, соны қазір көреміз. Жаңа айтып кеткендей, бізде reset жасау керек. Ол үшін системға келеміз да, осы жерде reset configuration, ешқандай конфигурацияны сақтаймыз, және reset configuration кнопкасын басамыз. Сіз reset жасауға сенімдісіз бе дейді. Бұл барлық конфигурацияңызды жояды, және құрылғы reboot жасалынады. Я дейміз, S деген кнопканы басамын. Менде қазір құрылғы resetқа кетеді. Міне құрылғы өшіп қалды. Енді менің компьютерімде барлық қазір сеть, Ethernet барлығы өшіп қалғанына сенімдімін. Қазір сведения көреміз. Міне мына жерде алдыңғы IP-шник алған болатын. Өшіремін. Қайта іске қосамын. Қазір мінде ешқандай ақпарат алмайды, және проблема туындайды. Олай болса, бізде қазір құрылғы reboot жасалып жатыр. Міне load system дейді, жүйе қосылуда. Не істеу керек екен? Бірінші, бізге IP қатынасын конфигурациялау. Қазір біздің құрылғыны MAC адрес қосылымы бойынша табады, алайда ол оншалықты тұрақты емес болғандықтан бізге роутерге IP адрес арқылы қолжетімділікті баптау керек. Ол үшін біз қазір bridge интерфейсін жасаймыз. Және осы bridge интерфейсіне bridge порттарды қосамыз. Одан кейін LAN интерфейсіне, сол жердегі жергілікті бір интерфейске IP адресті береміз. Және DHCP сервер баптаймыз. Осы тірліктерді жасаған соң бізде роутерге IP адрес арқылы байланысу мүмкіндігі болады. Және мына жерде командалық түрде bridge бен IP мекен-жайды орнату өте оңай деп команданы беріп кеткен екен. Мысалы, мына команданы біз сол жерде теруіміз керек. Алайда біз оны қазір Winbox-тың көмегімен жасап көрейік, және интерфейспен жасау тіпті жеңіл. Енді сіздерге bridge деген мына жерде алғашқы термин сөз пайда болды. Олай болса, оны танысуымыз керек. Микротик Router OS операциялық жүйесінде bridge порты бұл бірнеше физикалық немесе виртуалды интерфейстерді бір көпір тобына біріктіруге мүмкіндік беретін фича болып табылады. Бұл bridge тобы көпірге қосылған барлық құрылғылар бір-бірімен байланыса алатын желі сегментін құра отырып, бір хабар тарату домені ретінде жұмыс істейді дейді. Қараңыз, ағылшын тілінде жазылған This bridge group functions as a single broadcast domain. Көпір порттары әдетте әртүрлі желілік сценарийлерде қолданылады дейді. Демек, bridge порттары әртүрлі желі құрылғыларын құрастыру барысында қолданылады. Соның ішінде желі сегменттерін жасау, VLAN немесе бірнеше LAN сегменттерін қосу үшін. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, bridge порты деп отырғанымыз біздің мысалы мынандай құрылғы болатын болса, осының мысалы екінші және үшінші физикалық порттарын бірінші bridge деп аталатын виртуалды порт жасаймыз, және екінші, үшінші порттарды соған қосамыз. Және осы екі порт енді бір-бірімен толықтай байланысып, бір-бірін көретін болады. Яғни олар бір локалды доменде болатын болады, broadcast доменде болады. Ол жердегі пакеттер бір-бірін көреді. Жалпы айтқанда бір свитчтің ішіне қосып жүрсек болды деген сияқты. Яғни мына екі порт қазір енді
бастапқыда екеуі бір-бірінен мүлдем бөлек жұмыс жасайтын болады, ал бридждің көмегімен бұлар бір-бірімен көретін болады. Сол сияқты екінші, үшінші, төртінші, бесінші порттарды қосатын болсақ, онда оның барлығы да тағы да осы бір broadcast domain бір желіге қосылады, және бір-бірінің локальный сеть дейміз, жергілікті желі құрып, IP адрестері әрине бір подсетте болу керек. Осылай олардың арасында байланыс құрастырылады. Енді қазір оны біз практикалық түрде көргенде бізге тіпті түсінікті болу керек. Олай болса ары қарай қарастыра берейік. Мына жерде қазір біз Winbox-тың көмегімен настройкалар жасаймыз. Одан кейін бриджді жасаймыз. Бриджға келгеннен кейін ол бридждің атауын беруіміз керек. Ол бридждің атауын біз local дейміз. Local area network болады. Одан кейін OK түймесін басады екенбіз. Одан кейін порттар тізіміне келіп, плюс түймесін басып, біз жаңа портты қосамыз. Мысалы, біз Ethernet 2-ні local bridge'дің ішіне қосып жүреміз. Осының арқасында бізде Ethernet 2 local bridge'ге қосылады. Одан кейін біз IP-дан кейін адрестерге келеміз, және осы жерде қосу нүктесін басамыз, және адресті береміз, және ол біздің local bridge, local интерфейске беріледі. Демек, екінші Ethernet порт бізде мына IP адресті алады деген сөз. Одан кейін оны DHCP сервер ретінде жұмыс жасаудымыз керек. Біздің Ethernet екінші порт DHCP сервер ретінде жұмыс жасайды. Оны командалық түрде жасайтын болсақ, setup пәрменін іске қосу арқылы IP DHCP сервер setup деп enter нүктесін басып жүреміз, және барлық функцияларды бастапқы үнсіз түрде қалдырып enter нүктесін басып отырамыз деген. Алайда біз одан да жеңілдету үшін Winbox интерфейсін, графикалық интерфейсін пайдаланамыз. Бұл жерде IP, одан кейін DHCP серверді басамыз, DHCP setup. Бұл жерде біздің local bridge сақталынады. Жаңағы жасаған бриджіміз local bridge болады. Одан кейін next нүктесі, және келесі қай IP адрестерді біздің DHCP тарататынын көреміз. Одан кейін біздің осы Ethernet 2-ге қосылған құрылғылардың барлығы DHCP IP адрестерді алады. Алайда олар интернетке әзірге қосылмаған, себебі интернетке қосылатын порт бұл жерде басқа порт болады. Бізде ол Ethernet 1 порт болады. Және ол жерде динамикалық IP адрес болатын болса, біздің теретін команда өте оңай, бірақ команданы тереміз, және бізде интернет бірден жұмыс жасайды. Алайда компанияларда, бизнесте көп жағдайда статикалық public IP беріледі. Бұл жерде интернет провайдер қандай да бір IP адрес береді. Және біз ол IP адресті жазуымыз керек. Оны командалық түрде былай жазамыз. Алайда мен тағы да Winbox-пен интерфейске келіп, интерфейс арқылы жазуды көреміз. Одан кейін интернетке шығатын мүмкіндігіміз бар екенін тексереміз пингтің көмегімен. Және ең соңында біздің дербес компьютерлер әлі де интернетке қол жеткізе алмайды. Бұл жерде себебі жазылған. Себебі жергілікті қолданылатын мекен-жайлар локальный сетте қолданылатын 192.168.88 подсетіндегі IP адрестер ол интернетке шыға алмайды, бағыттала алмайды. Бұл жерде қашықтықтағы хостар сіздің жергілікті мекен-жайға қалай дұрыс жауап беру керектігін білмейді. Бұл мәселенің шешімі шығыс пакеттердің бастапқы мекен-жайын маршрутизатордың жалпыға ортақ IP мекен-жайына өзгерту болып табылады. Бұны NAT ережесімен жасауға болады. Яғни NAT деп отырамыз. Network Address Translation біздің ішкі желідегі 192.168.88 подсетіндегі IP адрестерді интернетке шығуға мүмкіндік беретін динамикалық IP адрес немесе статикалық IP адреске аударып, біздің маршрутизатор осы жерде интернетке байланысу мүмкіндігін береді. Олай болса көрейік. Мына жерде менің роутерім әлі де жүктелуде. Біздің роутер жүктеліп болғаннан кейін біз оны қазір Winbox-тың көмегімен іздеп табамыз, және осы настройкалардың барлығын жасайтын боламыз. Виртуалды машина болғандықтан бұл жерде жүктелу аздап уақыт алуда. Оны күтейік. Бірақ достар, мен сіздерге айтармын, физикалық машина болса тіпті оңай болады. Мынандай микротик құрылғысы болса, сіздерде оны баптау, ол жерде кабельдермен қосу барлығы қолмен жасап, бірден тексеріп көрген өте тиімді. Мысалы, сіздер Қазақстанның OLX-на барып, осы жерде микротик құрылғысын тексеріп іздеп көріңіздер. Микротик, және осы жерде қолданылған микротикті сатуы мүмкін. Мысалы, сіз қай қалада болсаңыз, мен мысалы Алматы қаласындамын. Алматы қаласында микротикті іздеп көреміз, және қолданыста болған микротиктер сатылады. Бұл жерде бағасы әртүрлі. Мысалы, мынау 12.000, 10.000 теңгеге сатамын деген екен.
сондай ақ төмен жағына түсіп, мысалы 17.000 теңге. Осындай бір микротик құрылғысын сатып алсаңыздар, және ол жердегі функциялармен, мүмкіндіктермен таныссаңыздар болады. Міне мына жерде reset кнопкасы, жаңағы power дейді, питание қосу, одан кейін оны reset жасау, барлық бастапқы настройкаларды жасау мүмкіндігі берілген. Сондықтан осындай бір құрылғыны сатып алу мәселесін қарастырсаңыздар болады. Енді біздің роутер әлі де жүктелуде, кішкене күтеміз. Тамаша, біздің микротик құрылғысы қосылды. Енді ары қарай не істеу керек? Біз Winbox'ты ашамыз, мына жерде көршілерді іздейміз. Көршілерді табады, одан кейін біз қазір админ, ол жерде бірінші паролі болмайды, connect нүктесін басамыз. Міне қосылды. Енді бұл жерде сіз өзіңіздің пароліңізді өзгертіңіз дейді. Бізде ескі пароль жоқ, жаңа парольді ойлап табамыз. Өзгерту. Болды, біздің құрылғыға келдік. Енді ары қарай бізге қажетті қадамдарды жасайық. Бұл жерде көретініміз, мына жерде суретте келтірілгендей, біз өзіміздің құрылғыны бір жағын интернет сервис провайдердің портына қосымыз керек, Ethernet бір портты. Мысалы, бұл жерде менің жағдайымда, әрине менде статикалық IP адрес жоқ, мен үйде отырмын, сондықтан менде қазір public IP адрес, яғни dynamic public IP адрес, оны мен қазір көрсетемін сіздерге. Міне IP, одан кейін осы жерде адрестер. Міне көріп отқандарыңыздай, менде құрылғы қазір IP адресті алды динамикалық түрде. Және мына IP адресті көреміз. Сондай-ақ бұл жерде интерфейстерге келетін болсақ, Ethernet 1, міне менде қазір пакет алмасулар болуда. Мына суретке толықтай сәйкес келеді. Кішкене көтерейін. Менде кішкене. Міне, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, Ethernet 1 порты бұл интернет провайдерге қосылған, және пакет алмасулар болуда. Ол жерде интернетке менде қазір доступ бар. Өз құрылғының өзі автоматты түрде қосылып тұр, себебі ол жерде динамикалық IP адрес. Ол өте оңай, әшейін кабельді қоссақ болды. Әрине, көп жағдайда интернет провайдерлер ол статикалық IP адрес береді, ол да өте оңай. Мына жерде статикалық IP адресіңіз жазылады, ары қарай сізде интернетке доступ болады. Мен мына жерде табайын деп отқаным терминалды ашу, және мен терминалға қайта кіруім керек. Және осы жерде мысалы интернетті пинговать етіп көрейік. Қазір мысалы пинг 888 DNS серверді пингтаймыз. Міне интернет бізде бар, тамаша. Енді бізге ары қарай локальны жергілікті желіге интернетті беру керек. Ол үшін не істейміз? Мына жергілікті желіні қосу керек. Ол үшін бізде бірінші бридж терезесін ашып, бридж жасауымыз керек. Бридж порты арқылы бұл жерде ол жерге біз порттарды тағайындаймыз. Одан кейін қазір былай жасаймыз. Бридж, жаңа бридж жасаймыз. Ол жерде оның атын локал, жергілікті локальная сеть, локал бридж дейміз. Одан кейін окей нүктесін басамыз. Локал бридж пайда болды. Екінші қадам бізде осы бриджге плюс формасын локал деп ат бердік. Енді оған интерфейсті тағайындау. Біз Ethernet 2 интерфейсін локал бриджге қосамыз. Олай болса ports қосу нүктесі Ethernet 2 bridge 2 болады. Окей нүктесін басамыз. Біздің Ethernet 2 local bridgeге қосылды. Енді ары қарай не істейміз? Енді ары қарай бізде IP адресті беруіміз керек. Ол үшін IP адрестер және адрес жергілікті желінің адресі. Біз кішкене былай жасайық. IP адрестер, одан кейін қосу 192, 168, одан кейін 88 демес, біз басқасын беріп көрейік. Осы оқулықтан басқасын әдейі беру үшін 88 демес, мысалы біз 100-ді берейік. Одан кейін бұл жерде біздің bridge интерфейсіміздің адресі 1 болсын. Мына жерде local bridge'ді таңдаймыз. Адрес, окей. Міне, local bridge'ге интерфейс local bridge деп аталынады, және ол жердегі адрес 192, 168, 101 IP адресін бердік. Енді келесі қадам DHCP сервер ретінде настройка жасау. Ол үшін не істейміз? IP, DHCP сервер, DHCP сетапқа келеміз. IP, DHCP сервер, одан кейін DHCP сетап. Қай портта жасағыңыз келеді дейді. Біз бұл жерде қазір local bridge'ді таңдаймыз. Жергілікті local bridge'ді таңдап, next нүктесін басамыз. DHCP адрестің space ара қашықтықтары ол бірден басталатын болады. Next нүктесін басамыз.
gateway вот DHCP network дейді, біздің жергілікті желідегі барлық компьютерлер үшін gateway ретінде, шлюз ретінде осы порттың IP адресі қызмет көрсетеді. Next нүктесін басамын, және берілетін адрестердің тізімі қай жерден қай жерге дейін, ол бізде 192.168.2-ден басталып 102-ден басталып 254-ке дейін болады, яғни 0. Осы локальный сеттегі барлық IP адрестерді беруге мүмкіндік болады. Next нүктесін басамыз. Біздің пул кішкене дұрыс болмады. DHCP setup, local bridge, next 1. Одан кейін gateway бізде мынау. Адрес give out. Мына жерге қазір өзіміз тере салайық. 192.168. Одан кейін 102-ден бастап 192.168. 254-ге дейін берсе болады негізі. Next нүктесін басамыз. Local bridge, next нүктесі бізде DHCP address space. DHCP address space негізі 2-ден бастайық. Неге? Next. DHCP setup, local bridge. Так, қазір кішкене тұрыстайық. Мына жерде local bridge'ді таңдаймыз. DHCP space. Екіден бастап 100-ге дейін, одан кейін 2-ден бастап, мынау керек емес, негізі 100-ден 100-ге дейін. Неге бұл дұрыс болмай жатыр? Мына жерде нетворкты мен кішкене қателесіп кеттім, достар, ренжімеңіздер. Мына жерде біздің подсет, ол бізде 24 болу керек, яғни 100-ден 192.168.100 бізде бұл подсет болады, мынау біздің IP адрестер болады. 1-ден 254-ге дейін окей басамыз, енді бізде дұрыс болды. Одан кейін, енді шын айтайын, мен микротикпен өзімде танысудамын, және сіздермен бірге танысып көрсетіп жатырмын. Сондықтан бұл жерде осындай кішкене ақаулықтар болатын түсінікті. ICP, IP, одан кейін DHCP сервер, DHCP setup, local bridge, біздің адрестер, енді бұның барлығы автомат түрде өзі қазір мені көріп отқандарыңыздай барлығын керемет жасап жатыр. 2-ден бастап 254-ге деген IP адрестер береді. Next нүктесін басамыз. DNS сервер бізде біздің интернет сервис провайдер берген DNS сервер болады. Одан кейін тағы да біреуін қоссақ болады негізі. Мысалы, мына жерге 888 Google-дың DNS серверлерін қосайық. Next нүктесін басамыз. Жалға беру уақыты, мысалы 10 минутқа дейін шектесек болады. Next нүктесін басамыз. Окей. Автоматты түрде сәтті орнатылды. Енді келесі қадам бізде осы Ethernet 2 портқа компьютерді қосу, жергілікті желідегі компьютерді қосу. Олай болса мен қазір компьютерге келемін. Бұл менде қазір түсініп тұрғандай IP адресті алып қойған сияқты. Сведения көрейік. 254 деген IP адресті алды, және біздің нұсқаған DNS-терді алды. Енді бұның барлығы менің компьютерім осы RouterOS операциялық жүйесімен бірге бір сетте болғандықтан барлығы қазір автоматты түрде іске асты. Тамаша, енді бұл жерде біз пинг қазір жасаймыз. Google-дың DNS серверін пинг жасаймыз, алайда бізде қазір интернетке доступ болмай тұр. Интернетке шыға алмай тұрмыз, себебі бұл жерде NAT настройкаларын жасауымыз керек. DHCP жасап болғаннан кейін бізде интернет қосылуын конфигурациялау. Конфигурация жасадық. NAT-та интернет конфигурация бізде динамикалық болғандықтан автоматты түрде қазір интернетке шығым бар. Енді NAT конфигурациясын жасау. NAT конфигурациясын жасау үшін мына команданы теруіміз керек. Алайда онымен тағы да Winbox-тан келіп жасап көрейін. IP, одан кейін Firewall, осы жерде NAT, жаңа NAT рөлді қосамыз. Бізде Chain Source NAT, ішкі адрестерді сыртқа шығаратын NAT болады. Одан кейін мына жерде команданы кішкене оқимыз. Chain Source NAT, Out Interface бізде Ethernet 1 болады. IP, Firewall NAT, Advanced, Extra, Action, Log, General, Source Address. Мына жерде так, жаңа ғана жасаған болдым, кішкене ұмытып отырмын уже. Так, бұлай жасаймыз. Мына жерде Chain Source NAT болады. Бізде енді
қай интерфейс екенін нұсқауымыз керек. Басқасының барлығы accept, statics, окей, былай көрейік мына жерде. Так, мына жерде бір нәрсе қалып кеткеніне сенімдімін. Ол бізде. Жарайды, былай жасақ, мына қазір мен жойып тастайын. Және былай істейін. Мына жерде мен терминалға келіп команданы тере салайын. Осы жаңағы терминалымыз біздің ашық болатын. Мына терезелердің барлығын әзірге жаба тұрайық. Терминал қайда кеттің? Міне терминал. Сөйтейік те осы команданы қазір қоя салайық. Әзірге мен оны интерфейстен жасауды келесі сабаққа көріп аламын. Негізі алдында қана жасаған болатын, бірақ мына жерде команданы теру тіпті оңай, сондықтан командамен қорайық. Chain, міне маскарад қойдық. Одан кейін қазір мына жерде бар екеніне сенімдімін. IP, firewall, одан кейін міне NAT бізде тұр. Мына жерде out интерфейске Ethernet 1-ді орнатуымыз керек екен. Енді NAT-ты конфигурация жасадық. Олай болса интернетті тағы да пинг жасап көрейік. Міне енді бізде қазір пинг жүруде. Көріп отқандарыңызда бізде қазір интернет пайда болды. Жергілікті желідегі қолданушылар интернетті қолдана алады. Тамаша. Демек осындай, шын айтқанда бұл қазір менің өзімде танысып отқандықтан, және де сіздерге мынандай виртуалды онлайн сабақ ретінде көрсету кішкене қиын, алайда шын мәнінде, шын өмірде бұл өте оңай болады. Сіздерде физикалық құрылғы болатын болса тіпті оңай. Мынандай физикалық құрылғыны аласыз, оны керекті кабельдерді көрсетілгендей жалғайсыз, екінші Ethernet портты өзіңіздің компьютерге жалғайсыз, және ол жерде тіпті бастапқы ретінде мынандай IP адрес болады. Сіз Winbox программасын орнатасыз да, бірден осы MAC адресті іздеу функциясын басасыз, жаңағыдай neighbor көршілерді табу, одан кейін ол сізде MAC адрес бойынша осы құрылғыны табады. Одан кейін ары қарай керегі бізде конфигурацияларды мүлдем жойып тастауға болады, немесе заводтан келген болса, онда ары қарай бірден настройка жасап кетуге болады. Ол жерде IP адрестерді жазу, бірінші bridge порт жасаймыз, одан кейін осы бриджға керекті портымызды қосамыз. Біздің жағдайда Ethernet 2 портын локальды жергілікті желі бриджіне қостық. Одан кейін оған IP адрес бердік, және IP адреске қосылғаннан кейін ол жерде DHCP сервер ретінде Ethernet портты, осы екінші портты DHCP сервер ретінде жасадық. Себебі осы портқа қосылған басқа компьютерлер бізде енді автоматты түрде сол жердегі IP-дің біреуін алады. Одан кейін интернет қосылымын конфигурациялау, біздің жағдайда WAN портқа келетін көп жағдайда статикалық IP адрес болады. Оны настройка жасау мына жерде жасалғандай келтіріледі. Динамикалық IP адрес ол енді сирек болады. Статикалық IP адрес болады бизнесте. Динамикалық болса ол да тіпті оңай. Одан кейін керетіміз бізде қосылымды растау, яғни біздің роутердің өзінде интернетке шығу бар екен тексереміз жаңағы пингпен. Мына жерде пинг жасап интернетке мына жерде интернетке біздің роутердің өзінде байланыс бар екенін тексереміз. Одан кейінгі қадам бізде енді NAT-ты конфигурация жасау керек, себебі біздің роутердегі біздің жергілікті локальный сеттағы private IP адрестер, S категориясындағы IP адрестер, олар интернетке шыға алмайды, сондықтан NAT-ты настройка жасаймыз, және біздің жергілікті желідегі компьютерлердің барлығы интернетке шығуға мүмкіндігі болады. Достар, менде қазір видеокамера өшіп қалды. Бұл да тамаша. Енді сабақтың біткен жері осы болатын. Олай болса, келесі сабақтарда ары қарай танысуды жалғастырамыз. Микротиктің функциялары, мүмкіндіктері өте керемет екенін көреміз. Және сіздер үшін сабақ қызықты, пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса, лайк басып, біздің каналға жазылыңыз. Рахмет.